Ассалаумағалейкум ағайын. Мен келесі бір видеомды жазайын деп жатырмын. Ол кеңестерді, лайфхактар көлік жүргізушісіне керекті нәрселер. Алдымызда көріп тұрған бұл руль, білесіздер. Бұл рульді біз деген қолмен ұстаймыз, былай ұстаймыз, немесе сол қолмен былай ұстаймыз. Мынау астынан былай ұстауға болмайды, немесе былай ұстауға болмайды. Шаршап кетсек те стараемыз былай ұстауға. Егер қолымыз талып кетсе, екі қолымыз бар ғой, бір қолдан ұстап отыруға болады. Бірақ енді негізі екі қолмен ұстауға деп айтатын себебіміз, аяқ астынан күтпеген жерден бір қауіпті жағдай болып қалған кезде, сол кезде екі қолмен жылдам рульді бұру керек. Сонан кейін рульді біздің қарындастарымыз былай қарай итереді, итермеу керек, керісінше тарту керек жоғары қарай. Мысалы, мына оң қолыңыз былай кетті ме, мына жаққа дейін кетіп қалса, ары қарай некуда деп айтады, қайда жібереміз қолды. Сол кезде екінші қолмен мына жерін ұстаймыз да, ары қарай бұра береміз. Солай біз рульді бұрамыз. Бұл бір. Екіншісі, мына жерде қарасаңыз, не бар бұл? Поворот қосатын бар. Поворот қосқан кезде мына рульді қолдан ұстап тұрып, жібермей саусақты созып, қана бүйтіп тұрып, жоғары көтереміз, немесе төмен қарай түсіреміз. Кейбір адамдар оны алып бүйтіп ұстайды, бүйтіп қосады. Ол кезде байқаусыздан мына нәрсені қарасаңыз, бұралатын бар, бүйтіп. Мынау фардың қосылатыны. Фар қосылып тұрса өшіріп қойды, байқамай, немесе жағып қояды. Сондықтан енді біз фар жанып жүреді ғой қазір. Фар жанып жүретін болғаннан кейін, немесе ДХО болса жанбай ақ жүреді. Сондықтан бұны қосып қоймау үшін, немесе өшіріп қоймау үшін рульдан қолды алмай отырып, созып қана саусақпен қосамыз. Сонан кейін біз рульді солға қарай бұратын болсақ, солға кетеді ғой. Соответственно, ол да жоғары қарай қосылады. Егер қолымыз деген керісінше төмен кетсе, солға қарай бұру үшін, онда ол да солай солға қарай қосамыз. Оны да шатыстырып жатады қыздар. Одан кейінгі мына аяқ педаль. Педальда мына жерде екі педаль бар. Тормоз дейміз, мынаны біз газ дейміз. Аяғымыз, өкшеміз. Мына педаль тормоздың үстінде тұру керек. Газ басқан кезде былай қарай бұрып қана басамыз. Яғни аяғымыз ылғи осы жерде тұрады. Себебі біздің мына жадымыз бар, мышечный память дейміз ғой, бұл жадтың осы жерде тормоз екенін миымызда сақталады, ақпарат қалады. Аяқ астынан қауіпті жағдай болған кезде аяғымыз тормозды басып қалады. Егер аяғымыз үнемі мына жерде тұрса, осы жерде сақтайды да, осы жерде газ басып жіберуі мүмкін. Бұл өте қауіпті. Сондықтан аяғыңызды былай қойып үйреніңіз. Егер аяқ киіміңіз, аяғыңыз мысалы үшін несі кіші болса, размері кіші болса, онда әрине кішкене былай қоюға болады. Бірақ енді негізі бұл жапон автомобильдері қыздарға кішкене ыңғайлау жасалған. Сонан кейін тағы да айта кететін нәрсе, мынау айна. Бұл айна деген негізгі айна, бұл жаққа үнемі қарап отыру керек. Мына айнаға қарасаңыз, біз мұқият қарасаңыз, арт жақ әйнек көрініп тұр. Осы арт жақ әйнекті біз үнемі көріп отыруымыз керек. Себебі кейбіреулер айтады, бізге деген жеткілікті мына сол жақтағы немесе оң жақтағы. Жүріп келе жатқан кезде адам көбінесе көзіне жақын мынау ғой. Бұл негізгі айна. Осы жаққа көбірек қарап отыру керек. Алдыға қалай қараймыз, осы айнаға да. Сол кезде біздің артымызда кім келе жатыр, ол қай жақтан бізді оза бастады, мына жақтан көрінуі мүмкін, көрінбеуі мүмкін. Сол сияқты мына жақтан да көрінуі мүмкін. Анадан қарап отырсаңыз, сіз білесіз, ол көлік оң жақтан кетті, немесе сол жақтан. Ол кезде біз басымызды ғана бұрып бүйтіп қарасақ болады, немесе былай бүйтіп қарасақ болады.